Баршаға сәлем, құрметті көрермендер, супер видео монтажерлар. Бүгін сіздерменен дәл осылай видеоларға қалай слой қою жайлы сіздерменен сабақ өтетін боламыз. Яғни мен мына жерде барлық видео материалдарымды мына жерде тастап алдым. Яғни сіздер өздеріңіз осы пайдаланатын материалдарды дәл осы жерде қаласаңыздар папкаге осылай бөліп қойсаңыздар да болады. Егер қаласаңыздар мына жерде мысалы кез келген күннің ішінде тұрған видеоны былайынан алып осылай қойсаңыз, мынау запись күйінде осылай папкада тұра беретін болады. Ал мына жерде біз назатқа шығамыз. Мына жерде папканың ішіне бүткіл файлдарымды осылай қойып қойған болатынмын. Ал енді біз видеомызға кірісеміз. Яғни мына сіздер көріп тұрған таймлайн бөліміндегі мына бүткіл текст, стикер, суреттер, видеолар, осыларды біз қалай дұрыс пайдалануды үйренетін боламыз. Яғни сіздерменен алдағы уақытта CapCude'тың өте көп видеоларын CapCude бағдарламасында қалай монтаж жасау жайлы сіздерменен оннан асық сабақ өткен болатынбыз. Видеоның ең негізгі түбірлерін, яғни сіздерменен CapCude'тың про монтажерлар үшін ең негізгі слойлармен танысып шығатын боламыз. Яғни мына жерде мен таймлайн бөліміне осындай видео футаждарды мен лақтырдым, тастап алдым. Ал енді бұл жерде сіздерге бір сұрақ туындауы мүмкін. Мінекей, яғни қазір сіздерге кішігірім түсініктілеу болу үшін былай көрсететін боламын. Яғни мына главный таймлиниядағы видеоның барлығын өшіріп қойдым. Мына жерде біз слойлармен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни мінекей, мына жерде біздің слойлар шықты. Яғни мына көріп тұрғандарыңыздай текст, картинка, сол сияқты нәрселер мына жерде эффект және эффектте бар. Мына өзіміз осы пайдаланатын эффекті де бар. Ал енді бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай түсініксіз не болып жатыр деп ойлайсыздар. Сіздерге бірме-бір түсіндіретін боламын. Яғни менің мына негізгі видеом бар. Мінекей, мына видео мына жерде тұр. Яғни таймлиниядағы видео ең бетінде тұр. Таймлиниядағы видео мына жерде тұр. Яғни ол негізгі бөлімде тұр. Дәл осы бір негізгі бөлім болады, қалған барлығы жоғары қарай слой болады. Яғни негізгі бөлімде видео, фото, кез келген нәрсені сала бересіздер, бірақ бұл негізгі бөлімнің үстіне қойылған текст немесе осындай картинка, анимациялар, осының барлығы слой болып есептеледі. Ал енді мына жерде мен CapCude лого, яғни CapCude'тың логотипін осылай қойдым. Мінекей, бұл логотип слой болып тұр, яғни видеоның үстінде тұр. Ал енді бұл жерде сіздерменен осылай слой жайлы толық кірісетін боламыз. Мінекей, мен таймлинияға логотипті тастап алдым. Мына жерде үстінен текст жаздым. Яғни мінекей, текст бұл логотиптің сыртында көрініп тұр. Ал мына жерде логотип артында тұр. Оның артында мына ең негізгі видео, яғни таймлиниядағы ең негізгі видео тұр. Яғни бұны видео немесе футаж деп атауға болады. Яғни өңделмеген видео таймлиния бөлімінде жатса, оны футаж деп атайтын болады. Ал енді осы жерде қараңыздар, мына текстіміз слойдың алдыңғы бетінде тұр. Енді дәл осы тексті слойдың артыңғы бетіне қою керек болады. Біз үлкенірек қылып көрсетейін. Осы текстті мынау логотиптің артыңғы бөлігіне қою керек. Ол үшін мына жерде слой бөлімінде текстті аламыз, логотиптің артына тастаймыз. Мінекей, логотиптің артына автоматты түрде осылай өтіп кетті. Өздеріңіз білетіндей, біз текст бөлімінде мына жерде основной анимация барлығымен сіздермен танысып шыққан болатынбыз. Өздеріңіз қалағанша анимация осылай нәрселерді істесеңіздер болады. Мен сіздерге мысалы кішігірім анимация көрсетіп кетейін. Мына жерде текстті мына шетке қоямын, сосын тексттің басталуына алып келемін, және мына жерде мен трансформация бөлімінен мына ключевой кадрды қосып қоямын. Сосын 1-2 секунд жылжытып, мына текстті ортаға алып келемін. Мінекей, бізде кішігірім анимация пайда болды. Енді сіздерге сұрақ, мына логотиптің мына айналасы пустой болып тұр дейсіз. Бұл фотошопта арнайы солай істетілген болады. Сіздерге жалпы осы
тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Дәл осы сияқты бізде кез келген логотиптарды осылай видеомыздың осылай үстіне қоямыз. Осылай слойды қаласаңыздар, слойдың бірін үстіне бірін шығарсаңыздар, сол жерде осындай нәтижелерді көретін боласыздар. Мінекей дәл осылай өздеріңіз қалағандай слойды кез келген объектінің сыртына немесе артына, үстіне немесе артына осылай қойып алсаңыздар болады. Мына жерде мысалы мен мына жерде разметие эффекті бөлімінен разметие алдым. Яғни разметия бұл слойдың ең жоғарысында тұр. Бұл дегені разметия эффектісі мына астында тұрған бүткіл материалдарға әсер ететін болады. Яғни мына жерден ең жоғарысында тұрған болса, төменге қарай осы өзінің мына екі аралықта, мысалы екі аралықта, осы уақыт аралығында осы разметия мына астындағы бүткіл материалдарға әсерін тигізетін болады. Бұл разметияны да мысалы кез келген жерге қойсаңыздар болады. Мен мысалы CapCut логотиптің артына қойдым. Мысалы мен мына CapCut логотиптің артына қойдым разметияны. Яғни өздеріңіз көретіндей CapCut анық болды, разметия артында болды. Яғни өздеріңіз білетіндей камераға осылай қарасаңыздар, ең алдында тұрған объект анық көрінеді, оның артында тұрған объектілер осылай разметия болып көрінетін болады. Сіздер де дәл осылай монтаж жасасаңыздар да бола береді. Ең бастысы сіздер слойды бетпе-бет қайсысын алдына, қайсысын артына қоюды білсеңіздер, сіздердің монтаждарыңыз өте качественный және атмосферный болып шығады. Яғни мына iPhone X-тің логотипі CapCut бағдарламасының алдында тұр. Мен дәл осыны қазір астына қоятын боламын. Яғни мінекей CapCut логотиптің астына мына иконканы қойдым. Бұған разметия әсер етпеді. Неге десеңіздер, бұл разметияның жоғарысында тұр. Ал мен бұны разметияның астына түсіріп қоямын, яғни разметия эффектінің. Бұл разметия эффекті логотипке де өзінің әсерін тигізді. Яғни өздеріңіз қалағандай кез келген эффектіні осылай логотиптің ішіне тығып қойсаңыздар да болады. Мінекей қаласаңыздар, былай өз алдына жеке қойсаңыздар, бұл дегені бүткіл объектілерге өзінің әсерін тигізетін болады. Мінекей нәтижені көріңіздер. Мына жақта бүткіл функциялар ойнап тұр. Яғни мен осылайша қоямын. Мінекей мына жерде разметия фондар әсер етті. Енді міне қалған бүткіл астында тұрған функцияларға әсерін етіп жатыр. Жалпы сіздерге түсіндіретін болсам, яғни мынау өзіміз көріп тұрған камера, дәл осы біз көріп тұрған камера мына жерде таймлинияға осылай үстінен қарайды деген сөз. Яғни мына жерден осындай камера жоғарыдан төмен қарайды. Сол кезде біздің мына ең жоғарыда тұрған, біздің слойымызда тұрған стикер, текст, анимация болсын, осының барлығы бірінші болып көрінеді деген сөз. Қалғандары, астында тұрғандар ол слойдың артында тұр деген сөз. Яғни мінекей смайлик тұр, оның астында логотип тұр. Мінекей логотип смайликтің артында жасалып қалды, оның артында текст тұр. Текст осы үш нәрсенің екі логотип пен смайликтің артында жасырынып тұр. Дәл осылай қойып өздеріңіз қалағанша осындай монтаж істесеңіздер де болады. Яғни сіздерге жалпы дайын логотиппенен қалай жұмыс істеу керектігін түсіндірдім. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мына жерде енді бізде ендігі кезек. Мінекей бізде екі сурет тұр. Мен бұл суреттің жалпы мына тексті мына суреттің артына қоюды қалаймын. Бұл сурет бізде қиылмаған. Сол үшін біз негізгі таймлайнда тұрған фотоға тиіспейміз, оның үстінде көшірілген дәл осыны таймлинияның үстінде тұрған видеоны дәл осылай мишканың оң жағын басып, мына жерде копия қыламыз да, және осы жерде оның үстіне выставить деп осылай слойды қоятын боламыз. Яғни бізде слой дайын болды. Енді дәл осы слойды біз мына жерде удалить фонды басамыз, және хромакейді пайдалану арқылы біз осылай слойдағы осы түсті жойып аламыз. Яғни мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай мінекей хромакей қалай әсер етіп жатқанын дәл осылай ең негізгі бөлімдегі футажды өшіріп қоямыз, және оның үстіндегі слойға қалай әсерін тиіп жатқанын осылай біліп алмасақ, мына таймлиниядағы видеомыз қосылып тұрса, біз оны көруіміз өте қиын болады. Сол үшін біз осыны өшіріп тұрып осылай көріп аламыз.
Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде мен дәл осы слой, дәл үстіндегі слойдың мына қара бөліктері қалды, қалған мына көк бөлігі жойылып кетті. Ал енді осы жерде текстті слойдың артына қоюды қалайтын болсам, өздеріңіз білетіндей текстті аламыз да екі слойдың ортасына осылайша қоямыз. Мінекей, текст автоматты түрде слойдың артына қойылды. Бұған кішігірім анимация жасап көрсететін боламын. Яғни текстті астына қойып аламыз. Бізде текст бір орында тұр. Және мына жерде трансформация бөлімінен біз анимация қосып аламыз. Және 1-2 секунд өткеннен кейін біздің анимациямыз осылай пайда болатын болады. Мінекей, жалпы сіздерге нәтиже. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Жалпы сіздер слойменен қалай жұмыс жасау керектігін кішігірім түсініп алған шығарсыздар деп ойлаймын. Енді мына жерде кішігірім бір лайфхак көрсетіп кетейін. Менде мысалы мынау дәл осылай фон шықты. Фонның артына дәл осы текстті осылайша қоямын. Және оған кішігірім анимация жасаймын. Соның нәтижесінде мінекей сіздер экранда көріп тұрған анимация қалай жұмыс жасап жатқанын дәл мына жерден өздеріңіз көрсеңіздер болады. Яғни мына жерде футаж тұр, яғни артқы фон тұр. Оның жоғарысында слой тұр. Слойдың жанындағы объектілер барлығы кесілген және ол көшірілген. Сосын мен мына жерде текст қойдым. Текст ең жоғарысында тұрғаннан кейін ол бүткіл астындағы материалдардың үстінде тұратын болады. Ал мына жерде енді біздің текстіміз слойдың артында тұр деген сөз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің слойдың, екі слойдың арасында тұрған текстіміз осылайша видеоның артына түсетін болады. Ал енді мына жерде видео тұр. Бұл видеоның артына мен осы текст қалай қойды деп ойлайсыздар. Өздеріңіз мінекей нәтижені көріп тұрсыздар. Яғни мына жерде дайын футаж тұр. Сосын мен бұл футажды осылайша көшіріп алып, мына жерде үстіне слой қылып вставить дедім. Соның нәтижесінде мына слой шықты. Енді осы жерде сіздер осылай қойып қойсаңыздар, мінекей видеода осылай қателік болып қалады. Сол үшін сіздер кадрды осылай барынша жақындатып аласыздар және слойды тұспа-тұс қылып ровно бір линияға қоясыздар. Яғни мінекей линейканы көріп тұрғандарыңыздай бір линияда тұр. Бұл сол кезде сіз көшіріп алған слой білінбейді. Яғни сіз екі слойдың ортасына осылайша текст қоясыз. Егер қаласаңыздар, оның арасына анимация қойсаңыздар да болады. Екі слойдың арасына қаласаңыздар текст қоясыздар, қаласаңыздар осылайша анимация қойып қойсаңыздар да болады деген сөз. Яғни мінекей анимация бірінші слой тұр, екінші текст тұр, үшінші анимация тұр, төртінші негізгі футаж тұр. Жалпы сіздерге слойменен жұмыс жасау түсінікті болды деп ойлаймын. Дәл осы видеоны мұқият көріп үйреніңіздер. Егер түсінбесеңіздер, 2-3 рет қайталап видеоны көріп шықсаңыздар, сіздерге барлығы түсінікті болады деп ойлаймын. Жалпы сіздерге сабақ ұнаған болса, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, арнаға тіркеліп алыңыздар. Осы видео монтажды тегін үйренем деуші достарыңызға жіберіңіздер. Мобилографтардан курс сатып алып, осындай тегін видеоларды ақшалай сатып алғанша, менің арнама кіріп тегін көріңіздер. Менде әлі көптеген сабақтар болады. Бұл CapCut бағдарламасының, яғни компьютерлік версиясы болады. Біз жуырда осы тағы 4-5 сабақ саламыз. Сосын CapCut'тың компьютерлік версиясы жайлы 4-5 сабақ саламыз. Сосын біз CapCut'тың мобильді версиясы жайлы сабақтарды салатын боламыз. Бізде әлі көптеген тақырыптар ашылмаған, көптеген тақырыптар бар. YouTube жайлы, ақша табу жайлы, осылай көптеген контенттерді салатын боламын. Қазақстанда менікіндей тегін контенттерді сіз еш жерден таба алмайсыздар, себебі бұндай контенттерді адамдардың барлығы ақшалай сатып, курстарын халыққа
тегін ештеңе бермейтін болған. Ал менің арнама кірсеңіздер, бүткіл тегін ақпаратты менің арнамнан таба аласыздар. Ендеше қош, сау сәлемет, аман болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше